Баршаңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді тауықтың етінен жасалған дымлама тағамын әзірлейтін боламыз. Алдымен бізге көкөністер, картошка, сәбіз, баклажан, қызанақ, ащы бұрыш қостым және чеснок, және тауықтың еті немесе сиырдың еті және бізге осындай орам жапырақ, яғни капуста қажет. Қазанға майымызды құйып, тауықты қуырып аламыз. Ең аз дегенде 5-7 минут қуырып алыңыздар. Бес 7 минут қуырғаннан кейін үстіне рет-ретімен саламыз көкөністерді. Тек араластырмайсыз. Бірінші бізде сәбіз салдым. Екінші картошка салдым. Картошка салғаннан кейін дәмін келтіру үшін тұзбен қуырдаққа арналған специя қосып араластырып, осының бір жарты бөлігін ғана үстіне сеуіп шығамыз. Енді тәтті бұрышты саламыз. Оның үстіне баялды, яғни баклажандарымызды қоямыз. Помидорды салып, дәмін келтіру үшін ортасына лавр жапырақтарын қостым. Қалған картошкамызды қосып, үстіне тағы да тұз сеуіп аламыз. Қалған көкөністерді үстіне сеуіп, одан кейін чеснокты беткі жағына қарай қоямыз, қыздар. Сол кезде дәмі өте күшті болып шығатын болады. Көргендеріңізде ащы бұрыштың біреуін кеспей қостым. Кессеңіздер қатты ашты болып кетуі мүмкін. Беткі жағына тағы да тұзымызды сеуіп, ең бетіне енді біз капустамен жауып шығамыз. Міне бізде осылай болып шықты. Капустамен жаппай тұрып, үстіне жарты шыны су құямыз, себебі асты күйіп кетпеу қажет. Мінекей бізде капустамыз дайын. Осы капустамен жұқа етіп, бетінің бәрін жауып шығамыз. Мына капустамызды жауып болдық. Енді осы капустаның үстіне соңғы тұзымызды, яғни дәмдеуіштерді сеуіп шығамыз. Одан кейін бетін жауып, 40-45 минутқа баяу отқа қалдырамыз. Мына біздің тамағымыз дайын. Өзінің ерекше астында сорпасы бар, яғни суы. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, қыздар. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан Ерболатқызы. Тағы да менің видеоларымды көруге кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.